Зерттеуден бастап емдеуге дейін қыркүйек айында ашылатын Елордадағы ядролық медицина орталығы циклотронды өндірістік және диагностикалық блоктан тұрады. Мұнда фтор, көміртек, галлий негізінде радиофарм препараттар өндіруге мүмкіндік бар. Жаңа аппараттардың көмегімен алдағы уақытта орталық күніне 35-40 науқасты қабылдап зерттеу жүргізе алады. Ядролық медицина орталығында өндірілетін радиофарм препараттарды синтездеу және олардың сапасын бақылау үшін біздің орталықта General Electric, Комичер және тағы басқа жетекші әлемдік өндірушілердің ең заманауи жабдықтары қолданылады. Және бұл орталық GMP стандарттарына сәйкес орындалған. Ал заманауи жабдықтармен қамтамасыз етілген диагностика бөлімінде қатерлі ісіктің диагноздарын анықтауға мүмкіндік бар. Сондай-ақ аппараттардың көмегімен кардиология мен неврологияның бастапқы кезеңдерінде тексеруге болады. Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта бұл құрылғының орталық Азия мен ТМД елдерінде баламасы жоқ. Қазақстандықтар үшін осы зерттеу тегін ГОБМП төлем арқылы олар жазылып тегін өте алады. Онкология пациенттер диагнозы учетта тұрса онкологияда, ол негізгі осы зерттеуге өтуге болады.